Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұрсезім. Бүгін кешкі асқа өте дәмді әрі ерекше мясо по-мексикански дайындайтын боламыз. Қызып тұрған майға майдалап ұзынша етіп туралған етті салып, қуырып аламыз. Еттің суы тартылғаннан кейін оған осындай қызыл пиязды, не болмаса кәдімгі пияз қоссаңыздар да болады, және бір сарымсақты қосып, барлығын араластырамыз. Пиязды қуырып алғаннан кейін оған тәтті болгар бұрышын қосамыз, және кішкене ғана ащы болгар бұрышын қосып араластырамыз. Бір ас қасық томат пастасын қосамыз, және татымына қарай тұз, дәмдеуіштер қосып, қызарғанша араластырып қуырып аламыз. Соңында үстіне қайнаған су құйып, 30-35 минуттай бұқтырып аламыз. Гарнирға бүгін бізде күріш, оның жасалу жолы менің каналымда бар, ссылкасын төменде қалдыратын боламын, кіріп көріңіздер. Етіміз толықтай піскеннен кейін оған көкөніс қосып араластырамыз, және 5 минуттай қайнатып аламыз. Осымен біздің кешкі асымыз дайын. Өте дәмді шығады, әрі тез дайындалады. Сондай-ақ құрамына қосылатын бүкіл затты сіз дүкеннен де, супермаркеттен де таба аласыздар. Сондықтан жасап көріңіздер, және нәтижемен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.